Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Тағы да сіздермен психолог әріптестеріме, дефектолог, әлеуметтік педагогтарға арналған DAS сауалнамасымен бөліспекшімін. Яғни депрессия, мазасыздық, стресс шкаласы деп аталатын сауалнама. Лайк басып, комментарий жазып, каналға жазылып, каналды қолдап, өзге де әріптестеріңізге тарата отырыңыз. Ертең сіз де мен сияқты біраз стаж жинағаннан кейін әріптестеріңізбен тәжірибе алмасып жатарсыз. Онлайн форматта сіздерге көмегімді тигізіп жатқан бір жайым бар. Бір керектеріңізге жарасын, әріптестерім. Мақсаты оқушының немесе ересектің эмоционалдық жағдайын, атап айтқанда депрессия, мазасыздық және стресс деңгейін бағалау. Сауалнаманың нұсқаулығы: әр тұжырым бойынша соңғы бір аптадағы күйіңізге сәйкес келетін жауапты таңдаңыз. 4 балдық шкала қолданылады. Міне ол мына кестеде тұр. Балл 0-ден бастап 3-ке дейін 0, 1, 2, 3, 4 балл. Мағынасы 0 мүлде сәйкес келмейді, 1 аздап сирек, 2 көбінесе жиі, 3 үнемі қатты байқалады деп аталады. Енді міне сауалнаманың өзі қазақша нұсқасы, орысша нұсқасында саламын. Бірінші сұрақ: қандай да бір іске зейін қою маған қиын болды. Екінші: адамдармен байланыс орнату маған қиын болды. Үшінші: өмір мағынасыз сияқты көрінді. Төртінші: кенеттен қорқыныш сезімі пайда болды. Бесінші: жүрек соғысының жиілегенін сезіндім. Алтыншы: үнемі шаршаңқы күйде болдым. Жетінші: тітіркену сезімі жиі пайда болды. Сегізінші: босқа уайымдадым. Тоғызыншы: болмашы нәрсеге ашуландым. Оныншы: қатты қобалжу болды. 11: өзіңді әлсіз сезіндің. 12: қателік жасай беретіндей көрінеді. 13: болашағым туралы пессимистік ойлар болды. 14: барлығы менің жүйкеме тиетін сияқты. 15: ұйықтауға байланысты қиындықтар болды. 16: дем ала алмай қиналдым. 17: бәрінен шаршадым. 18: бойымда үнемі үрей болды. 19: өзімді керексіз сезіндім. 20: болмашы себептерге қатты уайымдадым. 21: босаңсу қиын болды. Нәтижені бағалау. Сұрақтар 3 шкала бойынша бөлінеді. Шкала депрессияда, міне, бірінші бағанда шкалалар депрессия, мазасыздық, стресс. Енді сұрақтардың нөмірі екінші бағанда олардың жандарындағы жолдарда көрініп тұр. Міне, әр шкала бойынша балдарды қосып, келесі деңгеймен салыстырыңыз. Депрессия шкаласы 0 мен 9-ның арасында болса қалыпты, 10 мен 13-дің арасында жеңіл, 14 пен 20-ның арасында орташа, 21 мен 27-ның арасында ауыр, 28-ден жоғары, 28 және одан жоғары өте ауыр. Бұл депрессияға қатысты. Келесі енді мазасыздық шкаласы 0 мен 7-ның арасында қалыпты, 8 мен 9-ның арасында жеңіл, 10 мен 14-дің арасы орташа, 15 пен 19-ның арасы ауыр, 15 пен 19-ның арасы айттым ауыр, 20 одан жоғары өте ауыр. Бұл мазасыздық бойынша. Енді стресс шкаласы 0 мен 14-дің арасы қалыпты, 15 пен 18-дің арасы жеңіл, 19 пен 25-дің арасы орташа, 26 мен 33-дің арасы ауыр, 34 пен одан жоғарының арасы өте ауыр. Міне осылайша өзінің депрессия жағдайын, мазасыздығын, стресс деңгейін шығаруға болады әркім, немесе оқушыныкін осылай шығарасыз. Жас мұғалімдерге де қолдануға болады. Одан кейін міне мына слайдтан бастап, 6-шы слайдтан бастап, жаңағы DAS сауалнамасының негізінде сараптамалық анықтаманың үлгісін қойып қойдым. Міне мына жерде түгелі тұр.
оқушының аты жөні, мектебі, сыныбы, сауалнама жүргізген күні, сауалнама нәтижесі негізінде жасалған сараптама. Оқушы DAS сауалнамасынан өткеннен кейін алынған нәтижелер төмендегідей. Бұл сауалнаманы да әріптесім Google кесте арқылы алуыңызға болады, немесе бумажный қағаз түрінде де алуыңызға болады. Келесі ары қарай осы сараптамалық анықтаманың жалғасы. Міне эмоциялық күй, жалпы пайын, жаңа жоғарыда нұсқаулықтар тұр ғой, бағалау нәтижелерін жазасыз. Психологтың қорытындысы. Жоғарыда берілген нәтижелерге сәйкес оқушының эмоционалдық жағдайында келесі белгілер байқалады. Мысалы, орташа деңгейдегі мазасыздық, жоғары стресс, тағы да басқалары. Бұл жағдайлар оқу үлгеріміне, қарым-қатынасқа және жалпы психологиялық әл-ауқатқа әсер етуі мүмкін. Сондықтан келесі ұсыныстар беріледі дейсіз. Төмендегі ұсынысты жазасыз. Үлгі ғой бұл. Өзіңіз енді алған DAS сауалнамасының қорытындысына, нәтижесіне қарай жазасыз ғой. Мынау просто жай сіздерге үлгі ретінде ұсынып отырмын. Ұсыныстар. Қосымша психологиялық қолдау көрсету. Стресс, мына жерде нені қойып кетіп отырайын, тыныс белгісін. Стресс деңгейін төмендетуге бағытталған жаттығулар. Ата-ана мен және сынып жетекшісімен бірлескен жұмыс. Қажет болған жағдайда маман психотерапевттерге жолдау. Анықтаманы берген психологтың аты жөні, қолы, мөрі, егер болса күні. Кейбір психологтардың өзінің жекелеме нелері болып жатады ғой, мөрлері. Соларды қоясыз. Мен мына бір орфографиялық қателіктерді өшіріп тастайын, қып-қызыл болып шығып ала береді, қанша түзесең де. Енді құрметті әріптестерім, бір керектеріңізге жарасын, лайк басып, мені қолдай отырыңыздар. Тағы да сіздермен бірнеше қажетті құжаттарыңыз болса, чаттардан оқып, осы жерге онлайн форматта көмек беріп отырамын. Енді тағы да бір-екі сауалнамаларым бар, жазатын, сұрай беріңіздер. Мен де психологты оқығам, магистратураны бітірген, психология бойынша мүмкіндігінше жинаған тәжірибеммен сіздермен бөлісіп жатқан жайым бар. Бір керегіңізге жарасын. Келесі кездескенше.